Қайырлы күн достар. Бүгін мен бас ауру жайында айтайын деп тұрмын. Жалпы ауру біздің ақпараттық энергетикалық деңгейде түйсікпен Алладан келген белгі екен, түйсік арқылы. Бізге құлым бір нәрсені дұрыс жасамай жатырсың деп. Яғни алдында айттым. Енді бас аурудың бірнеше түрлері бар. Сол жайында айтайын деп тұрмын. Мигрен деген тым өзіңді жәнегі мінсіз санау. Істеген ісіңді өзіңнің көңілің толмау, өзіңе көңілің толмаса, мигрен ауруымен ауырасың. Мигрен ауруы деген ұзақ уақыт бастың қатты ауруы, бір мезгілде ауырады. Мигрен ауруы өзіңді кінәлау болып саналады екен. Бала күнімізде біз ауруды ойладық, ауру деген жаман, ауруға жәнегі болмайды деген секілді, аурусаң жаңағы топтан шығып қаласың деген секілді ұғым болды. Негіз бас ауру ол жаман емес, Алладан келген бізге алдын ала және бірдеңені дұрыс жасамай жатсың деген белгі. Егер де біз оны тыңдамайтын болсақ, бізді онда басқа да аурудың жәнегі ауыр түрімен ауыртады екен. Оны тыңдамасақ, жәнегі өліп қалуымыз да мүмкін. Осындай сабақтар береді екен Алла тағала. Бас дегеніміз ол бастық басы, одан кейін ми дегеніміз, бас дегеніміз ол бас жақта орналасқан бастық бас, жәнегі ми түгел біздің денемізді басқарып отырғаннан кейін бас деген жәнегі бастықтан басталады екен, басқарады. Мысалы, біздің басымыз неге ауырады? Миымыз баста орналасқаннан кейін денемізбен бірдеңені қабылдамай жатамыз, миымыз басқа нәрсе ойлайды, ал біз сезім арқылы, денеміз арқылы басқа нәрсе ойлаймыз да, арасында байланыс болмағаннан кейін және бас ауырады екен. Ішкі әлем мен сыртқы әлем дұрыс болмағаннан кейін Алла тағала демалсын деп және бас ауруын береді екен. Және ішкі сезіміміз бен миымыз дұрыс, екеуі екі түрлі. Денеміз басқа нәрсені сезінеді, миымыз басқа нәрсені ойлайды деген сияқты. Жұмысқа барғыңыз келмесе, бір нәрсені дұрыс жасағыңыз келмесе, ең бірінші басыңыз ауырады. Өйткені сіз оны қабылдамағаннан кейін басыңыз жәнегі түйсік айтады екен, демал деп, адамға бір демалыс жариялайды екен. Сол кезде басыңыз ауырады екен. Іштей басқа адамсыз, сырттай басқа ойлар, сол кезде және бас ауырады екен. Және мигрен жайында айттым. Мигрен кімде бар? Комментарийға жазып қойсаңыз, мигрен ауруы және өзіңді қабылдамау, өзіңнің іс-әрекетіңді қабылдамау, белгілі бір уақытта бастың өте қатты ауыру, менде болған бұл ауру, және өзіңді қабылдамау болып саналады екен. Комментарий жазыңыздар, мен комментарийға міндетті түрде жауап беремін. Келесі амнезия. Бұл амнезия дегеніміз бұл ұмытшақтық. Мен студент кезімде, мысалы, бір кітап оқитын болсам, оны бірнеше рет, 10 рет қайталап оқимын. Кейбір адамдар бір-ақ рет оқитын болса, мен сондай болғанмын. Ұмытшақтық көбінесе бір нәрседен қорқудан ұмытуға тырысады, амнезия туындайды екен. Түйсік дегеніміз адамның бейсаналы түрдегі ядросы, адамның санасы, бейсана, адам екі бөліккенден бөлінеді. Бейсанасында жәнегі 80% ақпарат, ал санасында жаңағы 10-20% ақпарат қана сақталады екен. Мидағы опухоль, мидағысы кейбір адамдарда болады. Бұл қоршаған ортада өзін қоршаған ортаға және қоршаған ортаны өзіне бағындыру. Мысалы, күйеуін, не біреуді өзін айтқанымен жүргізуге дұрыс емес деп, сенікі дұрыс емес деп айтатын кісілерде жүре осы мидың несі болады екен, ісігі пайда болады екен. Опухоль мидың ол рагы, бұл кесапат адамдарда кездеседі. Өзінікін жәнегі үнемі растап, агрессияда отыратын адамдарда осы аурулар болады екен. Бас ауруының психосоматикасы осы. Емделу жолы өзіңмен және адал болу, ішкі әлем мен сыртқы әлемнің байланысын жәнегі нақты нету, ұстап отыру, біргелкі ұстап отыру болып табылады екен. Егер де менің ақпаратым ұнаған болса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыз.
келесі жолы және аурулардың басқа да түрлерін айтам, неврология жайында айтатын боламын. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Рахмет.